Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге де кетейік. Және де жоба авторы сұрағанда бүгін білім класста интерактивті сабақты қалай қосу керек екенін үйретемін. Бұл өте жеңіл. Ол үшін бізге КТЖ бөліміне келу керек. Сосын сабақ қосатын сыныпты таңдаймыз. Мысалға мен 5-ші А сыныбына кірейік. Бүгінгі күнді таңдаймыз. Бүгін бізде 16-сы. Сосын мына жақта қарасаңыздар, ең соңғы бағанда бізде интерактивті сабақ деген бар. Сол жерде қосу плюс батырмасы бар. Соны басамыз. Содан кейін сабақ түріне таңдаймыз. Интерактивті сабақ деп, одан кейін 90-ды таңдаймыз. Мұнда мән беру керек. Кейбір сіздің сабақтарыңыз тура 2020-2026 болуы мүмкін, немесе 2020-2024 ескі жылдық болуы мүмкін. Бұл өте үлкен мәселе. Білім кластағы соны реттеңіздер деп мен өткен жылға айтқам, бірақ реттемепті. Сол себептен де сабақты табу үшін сізге сәл қиналу керек болады. Сосын сабақты үлгісін таңдаймыз. Қазір мұнда менде сабақтар жоқ. Соны қосу керек. Енді сабақтарды қалай қосамыз? Ол үшін білім классқа келеміз. Сосын менің сабақтарым деген ашылады. Мұнда қарапайым сабақ емес, интерактивті сабақ деп басайық. Мұнда әзірше 9-шы сыныпта тұр. Интерактивті сабақтар жинағына кірсеңіздер болады. Ол жерде басқа мұғалімдердің жинақтар тұрады, немесе өзіңіздің сабағыңызды қоссаңыз болады. Сабақты қосу десек болады, немесе интерактивті сабақтар жинағынан іздей салайық. Бүгін бізде тақырып бірлесіп тілі қазақ, пән математика. Сосын мұнда іздейік. Қазір бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер міне бізде дайындалып қойыпты. Осыны алсақ болады. Бүгінгі күндікі осы жерге кіріп, қазір тексеріп алсақ болады. Сабақ мазмұны, одан кейін конспект бар. Тапсырма 1 деп тұр, тапсырма 2 деп тұр, тапсырма 3 деп тұр. Осыны аламыз да біз өзімізге жүктеп алсақ болады. Көшіріп алдық. Енді мұнда келеміз. Таңдайық. 390 дейік. Кеттік. Батырманы бетті жаңартамыз. Қайтадан келеміз. 1-ші айдың 16-сы. Интерактивті сабақ түрін қосайық. Жәнегі айтқанды қайталаймыз. 2025-2026 390 деген таңдаймыз. Немесе 2020-2024 деген таңдаймыз. Міне көрдіңіздер ме? Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер деген бізде шықты. Сосын сақтау деген басамыз. Сол кезде біздің сабағымыз осылай қосылады. Одан кейін үстінен бассақ, бізде сабақ берілді. Мұнда мониторинг деген ашылады сізде. Оқушылардың тапсырманы орындаған көресіз, сосын бағалап қойсаңыз болады. Енді бұл математикаға байланысты сіздерге көрсеттім. Одан кейін тағы да бірден айтып жіберейік. Бізде мұнда егер сізге тақырып қателік қойып жасаңыз, X-ті бассаңыз болады, жоюды. Егер мұнда жою басылмай тұрса, мұнда zoom деген бар. Zoom, соны шегереміз. Содан кейін қайтадан бассаңыз болады. Міне, дұрыс басылды. Я деп өшіріп тастасаңыз болады. Одан кейін бізде ағылшын немесе кез келген пәндер бар. Сол жерде абай болыңыздар. Шет тілі, ағылшын тілі деген сияқты пәннің атауы өзге болуы мүмкін. Соны еске алсаңыздар болады. Болды?